Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Зейнетақы орта есеппен 51%-ға өседі. Премьер-министр мәлімдеме жасады. 1 қаңтардан бастап 2027 жылға дейін базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға өсетін болады. Қара премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында биылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енетін жаңа әлеуметтік кодекстің нормаларын іске асыру мәселелері қаралды деп хабарлады премьер-министр қызы. Премьер-министрдің орынбасары еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова енді республикада әлеуметтік қолдау мәселелері бір құжат әлеуметтік кодекспен реттелетінін атап өтті. Ол 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Оның нормаларының бір бөлігі жыл басынан қолданысқа енген.